Қош келдіңіздер, құрметті көрермендер. Бүгін біз ерекше әрі терең мағыналы тақырыпты талқылаймыз. Егер түсіңізде сәби көрсеңіз, бұл нені білдіреді? Оның қандай белгі, қандай хабар беруі мүмкін екенін бірге талдайық. Ең алдымен каналды қолдау мақсатында каналға тіркеліңіз, лайк басып қойыңыз. Түсіңіз туралы пікіріңізді төменде қалдырыңыз, келесі видеода талқылайтын боламыз. Сонымен бастайық. Сәбилердің қосарлы мағынасы бар. Біріншіден, олар жаңа жауапкершіліктің берілуін білдіреді, ал екіншіден, сенім, осалдық және кінәсіздік туралы хабар береді. Сәбилер жаңа өмірді, сенімді, кінәсіздікті және тазалықты білдіреді. Олар әлі бұзылмаған және мықты сенімге ие. Балалар сондай-ақ Құдайдың батасын білдіреді. Сәби жаңа өмір мен сіздің өміріңіздегі және қызметіңіздегі жаңа қырды білдіреді. Ол бала көбінесе оқыту мен көшбасшылыққа қатысты қызмет түрін білдірсе, қыз бала пайғамбарлық немесе шығармашылық бағыттағы қызметті білдіреді. Егер түсіңізде сәби бірден жасына сай емес ересек болып кетсе, мысалы, жаңа туған бала жүре алса, бұл сіздің өміріңізде болған жаңаның тез қарқынмен өсетінін білдіреді. Егер түсіңізде егіздер көрсеңіз, бұл екі қырлы қызметті немесе жауапкершілікті білдіреді. Түсінде екі қырды да тәрбиелеу керек екенін және бірін таңдап екіншісінен бас тартуға болмайтынын көрсетеді. Егер түсіңізде біреудің сізге баласын беріп жатқанын көрсеңіз, бұл адамның сізге өз жауапкершілігін немесе қызметтік мандатын беріп жатқанын білдіруі мүмкін. Әрине, бұл адам түсіңізде нені бейнелейтініне байланысты. Егер ол сіз үшін белгілі бір қызметті бейнелесе, онда бұл Құдайдың сізге дәл сондай қызмет беріп жатқанын білдіреді. Егер бала беріп жатқан адам сіздің рухани ата-анаңыз болса, бұл оның сізге өз қызметін, ісін тапсырып жатқанын білдіреді. Егер бала беріп жатқан адам сіздің өміріңізде жағымсыз рөл атқарса, бұл жағымсыз мағынаға ие болады және сізді Құдайдан емес нәрсені қабылдауға мәжбүрлеп жатқанын білдіреді. Егер түсіңізде балаңызды немесе сәбиіңізді жоғалтып алсаңыз, бұл Құдай сізге берген рухани дамуды елемей, оны жоғалтқаныңызды білдіреді. Егер сіз Құдайға бір нәрсе туралы сеніп, түсіңізде бала жоғалтып алсаңыз, бұл сеніміңізді жоғалтқаныңызды немесе қарғысқа ұшырап, батадан айырылғаныңызды білдіруі мүмкін. Егер түсіңізде балаңызды елемей жатсаңыз, бұл сіздің рухани сыйларыңызды пайдаланбай жатқаныңызды білдіреді. Егер түсіңізде біреудің баласын қабылдап жатсаңыз, бұл сізге тиесілі емес жауапкершіліктерді мойныңызға алғаныңызды білдіреді. Сәби немесе бала сіздің рухани сыйыңыздың әлі жетілмегенін де білдіруі мүмкін. Бұл сіздің бұл қызметте әлі жетілмегеніңізді көрсетеді. Сіздермен болған сенім күші. Келесі кездескенше аман болыңыздар.